Барлықтарыңа сәлем. Біз бүгін ентіда келген 2020-2021 сұрақтарды талдайтын боламыз. Менің есімім Көгелтиева Аида, мен Нұрбілім Академиясының боламын. Және бастайық. Бірінші сұрақ. Так, байда өтілайын. Бірінші сұрақ бізде used to'ге байланысты, кажется, қазір. Бірінші сұрақ. Дұрыс сөйлемдерді табу керек. Қараңдар, бұл жерде барлық сөйлемді байқайтын болсақ, біз used to деген, мысалы, мына жерде used to, барлығында мына структура қолданып тұр. Бұл used to деген структура өзгермейтін структура. Use'дан кейін обязательно to, сосын кейін осы шақта инфинитив түрінде етістік тұру керек. Бұл және біз білеміз, бұл өткен шақты білдіреді. Ал бірінші сөйлемнен бастап енді қарасақ, who use watching TV. Бұл жерде мүлдем дұрыс емес, өйткені use'дан кейін used to болу керек, watching деген қолданылмайды, так что бұны сразу тастаймыз. Бұл структураға мүлдем сәйкес емес. Дұрыс емес болып табылған сөйлемдерді сразу тастап отырсаңыз, сізге өзіңізге жақсы болады, өйткені сіз басқа дұрыс болып қалады ау деген жауаптарға көп концентрация беріп отырасыз. Мысалы, parents used to check my homework. Мына жерде тағы да дұрыс емес, өйткені used to, мына жерде D болу керек, ал бұл жерде use болып тұр. Сол үшін бұнда біз сразу тастаймыз. Бір қате болма, сразу тастау керек. Do you used to тоже дұрыс емес. Өйткені do you used to деп мына жерде D қалып кеткен, мысалы, тем более do мен қолданылмайды ол. Келесі D сөйлемінде we didn't used to play computer games in childhood. Осы сөйлем дұрыс. Неге дұрыс? Өйткені мына жерде used to, я? Мысалы, осы жерде D деген соңында, D әрпі соңында түсіп қалған. Неге түсіп қалған? Себебі сол D әрпін алдында тұрған didn't деген біздің көмекші етістігіміз алып тұр. Сол үшін біз didn't used to деп қолданылмаймыз. Мысалы, біз didn't look деп қолданмаймыз ғой, просто didn't look деп қолданамыз. Тура сол сияқты didn'ттен кейін біз өткен шақты тағы да қоймаймыз. Өйткені өткен шақты didn't деген көмекші етістік алып тұр. Сондықтан бұл сөйлем дұрыс болып саналады. Келесі сөйлем did they used to play football. Тоже дұрыс. Тура жаңағы структура бойынша did алып тұр өткен шақты. Келесі I used to go for a fishing. Тоже дұрыс. Өйткені бұл просто simple sentence, можно сказать, потому что вот қараңдар, I used to жай ғана қолданып тұр. Және go. Ең дұрыс болып қолданылған осы. He used going дұрыс емес. He don't use cheating дұрыс емес. Так, келесі сөйлем sentence with to be going to. He a teacher. Так, біз білетін болсақ, to be going to деген структура бар. Ол дегеніміз болашақта болайын деп жатқан, бірақ уже запланированный әрекетті айтып тұрады. Мысалы, to be деген осы жерде, to be деген бізде жүктеледі. Am, are, is деп жүктелетін білеміз. Енді бізде he деген үшінші жақтың сөзі болғандықтан, ол деген сөз ғой, бізге is деген керек. Сондықтан біз is еместің бәрін бірінші сіз тастап алайық. Мына жерде to be жоқ. Мынау вообще дұрыс емес. Дұрыс емес. Was деген болады өткен шақта. Сонда бізде 4 жауап қалды. Енді бірінші жауаптан бастап қарайық. He is going to be a teacher. Дұрыс. Өте дұрыс. Өйткені is деген мына жерде to be де алып тұр. Going деген тұр өзі міне. To деген тоже тұр міне. И be. To'дан кейін обязательно не болу керек қой? Глагол болу керек. А осы глагол be. Ол мұғалім болайын деп жатыр. Болу деген осы жерде be болып тұр. Бұл дұрыс. Келесі he is going to. Бұл жерде етістік жоқ. Be деген етістік қалып түсіп қалған. Болайын деп жатыр дейді. Болу деген сөз жоқ. Was going be. Қараңдар. Going дегеннен кейін обязательно to тұру керек. Ол going be или же без going просто to деп олай кете алмайды. Екеуі бір-біріне жарасып қалған, екеуі ажырамайды. Сол үшін бұл дұрыс емес. He is going be. Тоже дұрыс емес.
to жоқ бұл жерде. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Бұл жерде сонда дұрыс жауап тек қана be болады. He is going to be a teacher. Болады. Так, келесі сұраққа көшейік. Так. The correct verbs in complex object. Бұл жерде complex object дегенді біз білетін шығармыз. Ол қазір мысалдан көрсете салайын сразу. I would like, айдан кейін бір етістік жүреді. Одан кейін толықтауыш жүреді. Мына етістік, толықтауыш him. Одан кейін обязательно инфинитив немесе герундий тұру керек. Инфинитив деген бізде to деген сөйлеммен қолданылады. Мысалы to go, to walk деген сияқты. Ал герундий дегеніміз бізде ing деген жалғау қолданылады. Мысалы walking, going деген сияқты ing-пен бітеді. Және бұл жерде бір ерекшелік бар. Мысалы комплекс объекттер бір исключениелер бар, бір сөздер бар, которые, мысалы, to деп қолданылмайсың. Негізінде көп етістіктің артынан, мысалы, I would like him to go деп айта берсең, ing дегенді тек қана бір белгілі етістіктерге ғана қолданасың. Енді біз қарайық, бұл жерде біздің етістігіміз қайсы? Біздің етістігіміз would like. Would like деген ол ешқандай ерекше етістікке жатпайды, сондықтан біз ing-ді қолданбаймыз. Біз жай ғана to қолданамыз осы жерде. To қолданамыз. Енді қарайық. I would like him. To қолданатынымызды біліп тұрмыз, сондықтан біз ing деген бәрін алып тастаймыз. Writing, reading алып тастаймыз. To қолданылу керек, readті тоже алып тастаймыз. Know'ды алып тастаймыз. Knowing дегенді алып тастаймыз. Так, енді қарайық. Кстати, біз неге read және know дегенді алып тастадық? Себебі кейбір сөйлемдер бар, даже мысалы қарасақ let деген сөйлем, let деген сөз. I let him десе, ода to де қолданылмайды, ing де қолданылмайды. Просто өзі глагол қолданады. Және ол глагол ешқандай нелерге, уақыттарға бітіп, жіктеліп кетпейді да, сол күйінде тұра салады. Сол үшін біз read, know дегенді ала алмаймыз. Өйткені бізде would like деген, to дегенді требовать етіп тұр. Енді қарайық. To know. Енді біз үш сөз қалды. Осы үш сөзді енді біз мағынасына қарайтын боламыз. Мысалы, I would like him to know some materials about English grammar. Мен оның ағылшын грамматикасы жайлы бірнеше материал білгенін қалаймын дейді. Дұрыс. To know деген сәйкес келеді. Келесі, to read. Материал оқығанын қалаймын, дұрыс. Материал жазғанын қалаймын, тоже дұрыс. Сонда бізде дұрыс жауаптар C, F және G болып саналады. Келесі сұрақ. Келесі сұрақта мына жерге дұрыс етістіктерді қою керек. Так. Мен жаңа түсіндіріп кеткендей, let деген етістік келіп тұр мына жерде. Мен айттым жаңа, let болса, біз to-ді де қолданбаймыз, ing-ді де қолданбаймыз. Жай ғана go деген, мысалы мына жерде go тұрма, просто go-ды қойып қоямыз. Даже went деп оны жүктемейміз де. Сондықтан I won't let дұрыс. I didn't let went деп болып кетпейді, ондай дұрыс емес. I will let go емес, өйтіп жүктелмейді. Go ретінде тұрады болды. Вообще ешқандай жүктелуге ұшырамайды. Let go, I let me дұрыс мына сөйлем. Will let gone, gone вообще не істеп тұрған. Shall let to go емес, мен жаңа айттым, to де қолданылмайды, ing де қолданылмайды. I don't let went, мына жерде went емес. Так, let to go. Тағы да сондай, to деген болмайды. Сондықтан бізде бұл жерде тек қана A және E варианттары дұрыс болады. Келесі сұрақ. Мына жерде жылдың дұрыс жазылуын біз көрсетуіміз керек. Так, millions деген S жалғау болмайды. Millions деген болмайды. Кешіріңдер. Millions деген болмайды. Millions деген болмайды. Және де мына жерде мысалы так, жалғастырайық. Мынау A тоже дұрыс емес. Мынау дұрыс емес дедім. Мынандай болып айтылмайды, вообще дұрыс емес.
тоже дұрыс емес. Hundreds деген дұрыс емес мына жерде. Мынау да дұрыс емес. Мынау да дұрыс емес. Сонда бізде соңғы сөйлем. Так, соңғы вариант дұрыс. Келесі, the exceptions in the plural form. Бұл деген не? Бұл деген көптік жалғаудағы, мысалы, бір сөйлемдер болады, бір сөздер болады. Көптік жалғауға ұшыраған кезде олар түбірімен бірге өзгеріп кетеді. Мысалы, бірінші A вариантында mouse деген, тышқан деген сөз mice болып ауысып кетеді. Ана exceptions деген исключение. Қандай исключение бар деп сұрап тұр. Mice болады, баспасыз жоқ. Просто қалғандарына s жалғана береді ғой, осылай. Ox, oxen тоже бұны жаттау керек, түсіну үшін, атак былай түсіну мүмкін емес. Ну, тек қана жаттап қана біліп жүресіңдер. Goose, geese болады. Но тоже дұрыс. Toys және соңғысы жай ғана ережеге бағынып тұр. Ал мына үшеуі exceptions болып тұр. Сол үшін осылай. Так, көшірейік. Келесі. Келесі бізде 13-ші сұрақ екен. The correct variant of numbers. Of number. Так, мына жерде 560 деген санды біз сөзбен жазылу қалай болатынын айтуымыз керек. 560 болмайды, 560 болмайды, 516. Бізге 60 керек, дұрыс емес. 506 емес, 560. Вот. И варианты дұрыс. Келесі, to borrow деген сөздің антоним табу керек. Borrow деген біреуден бір нәрсе ала тұру. Мысалы, қарызға ақша ала тұру деген сияқты. Біреуден сұрай тұру, ала тұру деген сияқты. Енді біз бұған антоним pay болмайды. Pay деген төлеу. Offer деген предложить, ол тоже болмайды. Order, нет, ол тоже болмайды. Приказывать деген. Lend деген біреуге бір нәрсені бере тұру. Тоже. Мысалы, ақша бере тұру деген сияқты. Вот, осы антоним болады. Save деген сақтау, ол тоже бола алмайды. Так, 15-ші сұрақ. The correct verb in complex subject. We saw you in the street. We saw you the street. Так, бұл жерде saw деген бізде see деген етістік, see деген етістік. Ал мен жаңа бағана айтып кеткендей, есть некоторые исключения. Вот see деген сөз, как раз see деген глагол, сол исключениеге жатады. Сонда біз see to cross деп қолдана алмаймыз. Мен айттым, исключениелерді біз ing деген жалғаумен қолданамыз деп. Мына жерде ing деп тұр. Дұрыс. To cross деген вообще сөз жоқ. Cross болмайды. Be crossing болмайды. Сонда бізде B варианты дұрыс. Келесі. Дұрыс негативные предложения табу керек мына жерден. Бұл тоже used to'ге байланысты екен негізінде. He didn't used to see him often. Дұрыс бұл. He doesn't use деген болмайды. Өйткені used to мен айтып кеткенде ол тек қана өткен шақ. He didn't use see to жоқ мына жерден. He didn't used to деп болмайды, жаңа айттым. Didn't used to тоже болмайды. Сонда бізде A варианты дұрыс. A вариант. Так, Shakespeare founded in the center of London. Мына сұрақ маған былтыр келген болатын. Бұл Global деген театр құрған Шекспир. Бұларды жаттап алу керек. Елтаңудан келетін сұрақтарды толық біліп алу керек. Так, префикс. Charge деген сөзге бізге негативный префикс табу керек мына жерде, кажется. Так, charge деген in charge болмайды, pre-charge болмайды. Discharge деген бола алады. Увольнять кого-то деген сөз болмайды. Так, the definite article is not used in the names of oceans қолданылады. Is not used деп тұр. Осы жерден шатасып кетпеулерің керек. Сұрақты жақсы оқу керек. Rivers қолданылады, hotels қолданылады, seas қолданылады. Бізде lakes, before lakes, we can't use the definite articles. Так, келесі.
қазір мен өшіріп алайын. Так. Келесі сұраққа қарайық, 26-шы сұрақ. Мынау сын есімнің дұрыс вариантын табу керек. She isn't as he is. Так, older деп қолданбаймыз. As болып тұрған кезде біз просто сол сын есімнің өзін ғана қоямыз. Ешқандай superlative, comparative болмайды. Сонда old бізде болады, young болады. Так, elder дұрыс емес, no дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. Сонда бізде B және C варианттары дұрыс. Келесі, қандай артикльдер қолданылады мына жерде? I have got a brother. He is an engineer. Бұны түсіну үшін жаттау керек. Қай жерде қайсысы қолданылады? Мысалы, мына жерде менің ағам бар дейді. I have a brother. Ол engineer. He is an engineer. Сонда бізге an деген керек. Және I have the brother деп негізінде айтпаймыз. Бірақтан ол енді авторға байланысты. Мысалы, I have got the brother деп айтатын болса, ол негізі дұрыс болмайды бұл жерде. I have the деген, өйткені бұл жерде өзінің ағасы емес, жалпы ағам бар деп айтып тұр ғой. Сосын the деген дұрыс емес екен. Сонда бізде an деген ғана дұрыс. Так, synonyms power. Power деген ол бізде күш дегенді білдіреді. Honey дұрыс емес. Бұл үшін бұндай сөйлемдерді талдау үшін, то есть бұндай сұрақтар талдау үшін сендер сөз көп жаттауларың керек. Мысалы, келеді. Force келеді. Flower дұрыс емес, no дұрыс емес, no дұрыс емес. Қалғандар дұрыс емес. Келесі, can деген сөздің антонимі. Cannot. Cannot келеді. To be aware of жоқ. Келмейді бұл. To be keen on. Келмейді. To be thirsty. Келмейді. To be able to келеді. Нет, тоқта. Антоним дейді. Келмейді. To be able to келмейді. Mustn't. Mustn't деген не должен. Нет, келмейді тоже. To be capable. Бұл тоже синоним болып кетеді, антоним емес. Shouldn't тоже келмейді. Сонда бізде тек қана A варианты ғана дұрыс екен бұл жерде. Так, келесі. Так, мынау осы жылы келген новый сұрақтар екен. Осы жылы комплекс объектке көп сұрақ келіпті. Мысалы, қарайық, осы жерде комплекс объекттің дұрыс сөйлемін тап дейтін жерде. Мысалы, your friend hasn't learned the new words of this unit. Жоқ, бұл вообще комплекс объекттің формуласына да сәйкес емес, вообще дұрыс емес сөйлем. He wants your to translate him. He wants you болатын жер. Сразу өшіреміз. His three sons finished the school. Дұрыс емес, бұл просто предложение. The clown was really funny. Тоже дұрыс емес. He wants you to go. Міне, wants деген өзіміздің глагол тұр. You деген толықтаушымыз тұр. To go тұр. Wants деген жай ғана ережеге бағынатын есік болғандықтан біз to go деп қолданамыз infinitive. Сол үшін и варианты дұрыс екен. И варианты дұрыс. Келесі. Так. Келесі. Мынау сөйлемге қарасақ, бұл жерде тоже complex object. My cousin Anne is known to have... Мына дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Өйткені бұл complex subject. Is known to деген осындай. Тоже оның структурасы бар. Ол subject, ал бізде object сұрап тұр. He said. Но тоже complex subject. His students тоже complex subject. I watched her appear. Мына жерде watch деген
сөзден кейін біз to дегенді қолдана алмаймыз. Сол үшін мынау сөйлем дұрыс болады. I saw the fire slowly conquering the house. Дұрыс. I saw. Одан кейін инговый немен окончаниемен бітетін. Жоқ, тоқтаңдар. Жоқ, иә, дұрыс. Так, F. The company is expected. Дұрыс емес. Letter was believed. Дұрыс емес. He considers this question to be of great importance. Дұрыс. Неге? Өйткені considers деп кеп тұр. Considers глаголымыз тұр. This question деген бізде толықтауыш. To be бұл жай ғана етістік. Инфинитивте тұрған. Сол үшін бізде D, E және H варианттары дұрыс болады екен. Так, мен барым өшірейік. Келесі бізде келесі сұрақ. Келесі сұрақ жоқ деймін. Бар екен. Так, тоже комплекс subject мысалы. Мен бүгін комплекс subject'тің көп сұрақтар алып келдім, себебі осы комплекс subject өте көп қолданылған екен. Так, pronouns which can be used in complex subject. Complex subject'те біз қандай есімдіктерді қолдана аламыз? Мысалы, мен жаңа айттым ғой, I saw him, I saw you, потом уже келесі етістік жүреді. Инфинитивте немесе герундиде. Енді бізде табу керек. Сол, I saw дегеннен кейін қандай нелер сөздер тұра алатын, именно қандай есімдіктер тұра алатын табуымыз керек. I saw hers деп болмайды, hers деген негізінде только сөйлемнің соңында келеді. I saw you. Жаңағы сөйлемде I saw you деп бізде қате шықты. I saw you болады. I saw them. Мен оларды. Так, his болмайды, him болады мына жерде. His деген him болады. Дұрыс емес тоже. I saw their. Дұрыс емес. I saw me. Дұрыс. Мені. Our емес, us болады. Бізді деген. It емес. I saw it болады просто. Бұл дұрыс емес. Сонда бұл B, C, F деген варианттар бізде дұрыс екен. Бұларды білу үшін сендер толық комплекс subject'тың ережесін үйренулерің керек. Міне тағы да комплекс subject. Так. Мына, қараңдар. Did you feel anybody touch your shoulder? Қараңдар, барлығы дұрыс. Өткен шақта беріліп тұр. Did деген тұр мына. Feel, you feel anybody. Anybody деген біздегі толықтауыш. Touch. Өйткені біз feel'ден кейін біз feel деген тоже исключение жатады. Сол үшін біз инговойды қолданбаймыз. Ой, то есть инфинитив қолданбаймыз. To деген жоқ болады сол үшін. Дұрыс. Так, басқаларын қарап көрейік. Have you seen Jane to work out? Have you seen Jane to work out? See-ден кейін біз to-ды қолдана алмаймыз, сол үшін бұл қате. Did you so? Тоже қате. Сразу қате, өйткені did-ден кейін. Did-ден кейін so деген қолданылмайды. Так, have you noticed I like to enter? Notice тоже сондай ерекше сөз, ережеге бағынбайтын. To деген тоже қолданылмайды, сол үшін мына жерде бұл жерде сендер білулерің керек, қайсысы ережеге бағынады, қайсысы бағынбайды. Бұл соны тексеру үшін берілген сұрақ. Do you see children to build? Тоже see-ден кейін біз to-ды қолдана алмаймыз, сол үшін бұл да дұрыс емес. Бізде A варианты ғана дұрыс болып қалады. Так, келесі. Келесі сұрақ. Бұны қарадық. Так, subjunctive. Subjunctive деген бізде өте қызық тема негізінде. I wish he were in Алматы. Ой, кешіріңдер балдар, менде уақыт аяқталып бара жатыр екен. 1 минуттан аз уақыт қалыпты. Мен қазір мынаны істеп үлгермейтін сияқтымын, бірақ істеп жарайды, бұны келесі сабақта біз subjunctive'ті көретін боламыз. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше.